Жетінші бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есімді пысықтау. Мақсаты: мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бұл сабақта тапсырмалар орындай отырып, негізгі және туынды сын есімді анықтауды үйренеді. Су қандай болады? Сұйық, түссіз, иіссіз, көгілдір, мөлдір және дәмсіз болады. Енді негізгі және туынды сын есімдерді ажыратып көр. Мәтін мен жұмыс. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен, оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақыт есте ұстаған абзал. Түсіндірме сөздік. Өңір, аймақ, төңірек, алқап. Цистерна, сұйық затты тасымалдайтын үлкен ыдыс. Мәтінде не туралы айтылған? Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған? Сен қалай ойлайсың? Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достармен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзімен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ге дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін.
Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз: белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда немесе үйді жинағанда, далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады. Жазылым 75-ші бет, 14-ші тапсырма. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жаз. Тыйым сөздер: барма, қалдырма, баспа, түкірме, төкпе. Ойыңды бөліс. Суреттегі балықтарды салыстыра отырып, сипатта. Тірек сөздер: жалпақтау, ұзындау, кішірек. Шығармашылық тапсырма. Түбірлес сөздердің дұрысын қойып, мәтінді толықтыр. Мысалы, судың жағасында тоғай өседі. Тірек сөздер: суды, сумен, судың, суда, судан. Әрі қарай өзің орында. Сын есімдерді тауып, қоржынға сал. Мысалы, жасыл. Есіңде сақта. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есім негізгі сын есім. Ал түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Үйге тапсырма 76-ші бет, 16-ші тапсырма. Бүгінгі сабақ бойынша өзіңді қалай бағалайсың?